мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Рахат ауылы 15-ші орта мектептің 9-ші К сынып оқушысы Нұрсәбитқызы Айдана. Менің оқыған кітабым Сапарғали Бегалиннің Бала шоқан повесті. Қазақ халқының кемеңгері әрі сүйікті жазушысы Сапарғали Бегалиннің есімі алты алашқа танымал. Ең бірінші Сапарғали Бегалин қазақ балалар әдебиетінің дамуына көп еңбек сіңірген. Оның негізін қалаушы алғашқы көшбасшы, оның қазақ балалар әдебиетінің атасы және классигі деп атайды. Жазушы өз естелігінде былай дейді: шығармашылық балалық шақ әсерінен басталды. Әжеңнен, анаңның санаңа ән болып естіген бесік жыры, елдің эпос айтушыларынан естіген аңыз ертегілерің, ғаламат батырлық жырлар бала қиялыңды қозғап, қилы-қилы ойларға жетелері хақ. Мен 2 ғасыр бойы дәуірді көзбен көрдім. Өзімнің өмірлік тіршілік жайлы ойларымды ортаға сала, балаларға арнап бірсыпырма шығармалар жазыппын. Бір елеулі шығармам деп Бала шоқанды есептеймін. Шоқан өміріне қатты құмарттым. Оның өмірбаяндық дерегінің бәрін қамтуды мақсат тұтпадым. Ол оңай да емес. Көп оқыдым, іздендім. Архивтік материалдар мен елден естіген әңгімелердің кейіпкер характер ашады-ау дегендерді іріктедім. Мен Шоқан өмірінің бір сәтін іздедім. Тапқан да сияқтымын. Ол Шоқанның кеңсе күзетшісінің баласы мысықтан балшықтан ойыншық мүсін жасағанын көріп, талабын танып, оны өзімен бірге оқуға алып кетуі. Әсіресе осы оқиға маған қатты ұнап, хикаят жазуға жұмылдырды. Бала Шоқанды осылай жаздым. Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Мен осы шығарманы оқи отырып, Шоқанның өмір жолына, еңбегіне қызығып іздене бастадым. Бұл суреттерде бірінші Шоқанның әкесі Шыңғыс Уәлиханұлы, ал келесі суретте Шоқанның әжесі Айғаным, ал келесіде бұл Бала Шоқанның өзі. Бұл суретте Шоқанның балалық шағы өткен Сырымбет. Ол жерде Шоқан өзінің балалық шағын өткізген. Ал келесі суретте Омбы кадет корпусы. Бұл Шоқанның оқыған орны. Кадет корпусын бітіргеннен кейін Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторының адъютанты болып тағайындалды. Ол Омбы өзенінің жағалауында орналасқан. Шоқан ол жерге жұмыс бабымен де және де басқа кездерде де келіп тұрған. Бұл суретте Орыс география қоғамының үйі бейнеленген. 1857 жылы Орыс география қоғамының мүшелігіне Шоқан сайланады. Шоқанды қоғам мүшесі болуға лайық деп ұсынған жас саяхатшы ғалым Семенов еді. Семенов пен Шоқан 1856 жылы Семейде танысқан. Екеуінің танысып достасуына Достоевский дәнекер болды. Бұл сурет Петербургтегі Демот қонақ үйі. Шоқан әдебиетші профессор Григорьевпен танысады. Бұл қонақ үйде Шоқан Потанин, Ядринцев, Усов, Достоевский сынды сібірлік пікірлес достармен бас қосып отырған. Бұл Омбыдағы Батыс Сібір бас басқармасы. Бұл Петербургтегі Семенов Тяньшанскийдің үйі. Бұл жерде орыстың ұлы жазушысы мен қазақтың ағартушысының арасындағы достық, яғни Достоевский мен Шоқанның фотосуреті. Жұлдыздай жарқ етіп өте шыққан ұлы тұлға. Бірінші суретте Қашқар сапарынан сырқаттанып оралған Шоқан Омбыдағы осы госпитальде емделді. Ал келесі суретте Шоқан қайтыс болғаннан кейін оның басына қойылған мәрмәр тас. Ал келесі суретте оның басына қойылған зәулім ескерткіш. Бегалиннің қазақ халқының ұлы, дарынды ұлдарының бірі Шоқан Уәлиханов жайлы жазған повесінен мен көп нәрсені үйрендім. Менің оқыған кітабымды Сәбит Мұқановтың мына өлеңімен қорытындылаймын. Сүйсініп оқитұғын туған халқы, жеткенше талант, ойдың шама шарқы. Бірталай еңбек жазды, алды жарқын, ласы жоқ, кіршігі жоқ, таза арты.